Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті пирогтарымның бірі сметанный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңынан дейін көріп бағалай кетіңіздер. Ең әуелі ұнымызды осылай ситадан өткізіп, үстіне разрыхитель қанттан салып, жақсылап араластырып алып, одан соң артынан майымызды салып, май бөлме температурасында болу қажет. Сол кезде жақсы араласатын болады. Бізде осындай песочный тесто шығу қажет. Менің қызым әдеттегідей маған көмектесіп жатыр. Одан соң жұмыртқаны салып, осылай тестомызды біріктіріп, біркелкі хамыр қылатын боламыз. 15-20 минутқа морозильникке салып алсаңыздар, өте жақсы болып бір-біріне бірігетін болады. Салмасында бізге қаймақ, қант және де жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап ешқандай да миксерді қажет етпейді. Венчиктің немесе вилканың көмегімен осылай араластырып алып, жаңағы дайын болған тестімізді формаңызға өстіп жайып шығасыздар. Бортиктарын көтеріп, одан соң салмасын құйып, қызып тұрған духовкаға 180 градусқа небәрі 30-35 минутқа пісіріп аласыз. Әрине духовкаңызға қарайсыз. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше бағалай кетіңіздер.